Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен бүгін өте керемет әрі дәмді нанның рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте сондай жұмсақ болып пісетін нан, және де жасалу жолы да, дайындалуы, пісуі де өте тез. Қаншалықты дәмді екенін айта алмаймын. Бір жасағандарыңыздан-ақ барлығын жеп қояды. Бізге қажетті заттар ол сүт, бөлме температурасындағы жылы сүт болуы қажет. Және де су керек болады. Екеуін жақсылап араластырып, үстіне жарты ас қасық ашытқы саламыз. Менде ашытқы Юва фирмасынан. Жақсылап араластырып, содан соң қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Қант бізге қамырымыз өте жұмсақ әрі үлкен болып көтерілуіне көмектеседі. Содан соң 2-3 қасық ұнымызды салып апара дайындаймыз. Жақсылап араластырып 10 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Апарамызды дайын болды. Үстіне үрпілдеп қабыршақ пайда болады. Содан соң әрі қарай жасай береміз. Сұйық майымызды саламыз. Жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды және де тұзымызды салып қамыр илейміз. Мен басында ыңғайлы болсын деп венчикпен жасадым. Одан соң қолыммен жасай бердім. Бізде өте жұмсақ қамыр шығу керек. Ұныңызды жаймен саласыз, көп салып жүрмеңіз. Біздің қамырымыз дайын. Үстіне целлофан немесе пленка жауып, орамалымызды жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын. Тұрғандарыңызда қамырымыз өте жақсы болып көтерілді және үлпілдеп тұр, жұмсақ, қолға жабыспайды. 1-2 ас қасық ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Осылай видеода көрсетілгендей, қамырымызды қолымыздың көмегімізбен илеуіміз қажет. Ішіндегі ауаларын барлығын шығаруымыз керек. Сонда бізде пешке салғанда нанымыз біркелкі болып піседі. Бір жағы төбешік, бір жағы қалған емес. Бірдей болып, әдемі болып, біркелкі болып піседі. Мен багет түрінде жасайын деп жатырмын. Сіздер өздеріңіз қалаған формада жасай берсеңіздер болады. Пергаментімізді төсеп, қамырымызды противенге саламыз. Мен багет жасағандықтан пышақпен осылай кесіп шықтым арасын. Әдемі көрінеді. Және де бір жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүт араластырып, үстіне жағып шығамыз. Ас үйлеріңізде жұмыртқа болмаған жағдайда сүт немесе айранды да жағып шыға берсеңіздер болады. Үстіне қара күнжіт септім, ақ сепсеңіздер де болады. Менде осы қарасы қалыпты. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Нанымыз дайын. Көлем үлкен болса да өте тез піседі. Өте сондай әдемі болып пісті. Нанымыздың сырты қытырлақ болғанымен іші өте жұмсақ болып піседі. Нанымызды пештен ала-сала ыстық күйінде кеспейміз. Бөлме температурасында кемінде жарты сағат тұру қажет. Неге нанымыздың ішкі бөлмесі сондай өте жұмсақ болып піседі. Дүкеннен нан сатып алмай, өзіңіз үйде жарты сағатта ыстық нан дайындалған нәтижесіне тезірек дайындап көргенде кеңес беремін. Отбасыңызға және сізге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуға